Жиын десе, той десе жан салады. Кешіміздің ашылуына қош келдіңіздер. Жомарт көңіл жарқын күз, сары алтынға малынған, жетті міне алтын күз. Сары алтыннан бұрында, сары пүліш көйлегі алтын күзді шынында, ару дерсін бейнелі, келістіріп басанын. Берген өзі табиғат, күн ханзада ханшасын қарсы алайық. Дей келе құрметті көрермендер, қатысушы топтарымыздың қошеметпен ортаға шақырайық. Бірінші А сынып оқушылары жүгері тобын ортаға шақырайық. Бірінші Ә сыныбы, Құлпынай тобы.
Сырттығой чыркынай, құлпынайдың дәмінен татуға жұртым тұғай. Олар сосын десең де, тоймайсың қанша жесең де, жасададан әтірде жапырақ ем жөтек. Құлпынай жарық сүйгі сусындық, жемісі қызыл түсті, хош иісті болып келеді. Ерте көктемде, жазда күзде жеміс береді. Ақтай болып құлпынай, пісіп туғай шіркінай, құлпынайын дәліне татуға жұртық ұмтығай. Оғын десен десінде, тату тоймайсың қанша жесең де, жасайды оғадан әтірде жапырақ киім жөтелге. Birinchi Қайырлы күн, балалар. Мен сендерге жұмбақ жасырайын. Олай болса шеш көріңдерші. Жол болып жатады, күн өріне бойырып, жетін әрін тартады, жашы шатыр астында кететіндей үзіліп, тұр көп мажық тасындай. Мойын ортақ тізіліп, бұл не? Олай болса... Бұл не тапсын? Бұл не? Жүзім. Олай болса бірінші босынып, жүзім тобын ортаға шақырам. Düzüm sırmağıq tәрізді оралып өтетіңіз. Сезім, жүзім тұрлары. Не білесін айтып жүрмеші? Düzüm sırmağıq tәрізді оралып өтетін өсімдік. Düzімнің 5 мыңнан асатын сорты бар. Ал Қазақстанда 50-ден астам сорты өсіріледі екен. Қысымда толы, қарнымда тояды. Біздің үйде жүзім көп, біз жүзім жеп тоймаймыз біз. Жүзімнің жемісі сараңды, өсіңгі, сүйекшелері болады. Жемісінің түсі жасыл сары, қызғылт сары, күлгін болады. Жүзімнің құрамында сібір, бобер, бұйекі, балтық, 12 дәрумендері өте көп. Жүзім аллерген үлкен апалар мен аталардың буындары ауырғанда көп көмектеседі екен. Сондықтан жүзімді көбірек жеңіздер. Жүзімдер 30-қандан кейін, 2 немесе 3 жылдан кейін жеміс бере бастайды. Жүзімге дұрыс күтімді салса, 50 жылға дейін жеміс береді. Қолмен өзіп аламын, себетіме саламын. Жүзім терген кезімде, нұр ойнайды көзімде. Рахмет.
Kava пайдалы көптар. Әр күн кажыланы, доланы ясайды. Асқабақ бірнеше мың жылдар бойы өсіріп келе жатқан өсімдік. Америкадан таралған 20 шақты шолтымбал дәрумендерге бай. Kava urug'i çay tushirishning oldini oldi. Oshqozon, chuchak, o'pka og'riqni saqlaydi. Тыква – это плод аптека наша, из него полезна каша, семечки деликатес, из листов противовес, диетические блюда от болезни всех как чудо. Kava urug'i tarkibida vitamin E bor. Kava immunitet sistemasiga foydali tur. Ikkinchi asli qizaloq to'g'ri tanishtiruv. Altın kızdı yapraklar jaynalan, jemez-jidek көкөністер айналған. Қызанақтар артынан берді сәлем, күзгі балдық мерекені тойлаған. 28-ші мектептің ұланымыз, екінші асының қыранымыз, берекелі алтын кыздың қызанағы, алтын күзге арналады сұранымыз. Biz bir пайдалы адамға денсаулығым жақсы болса айтшы досым жаман ба? Білесің бе мен туралы сен осы менсіз тіпті басылмайды палауда. Күн түске мен әуелі боялған, нәрәм жеттен күн нұрымен оянған. Зияным жоқ деп ешкімге жүрсем де, мен де бірақ қорқам ана қояннан. Кәне достар танысайық біз енді, көрдей тиік мына мөлдір әлемді. Менің атым Сәбіз бола білсеңіз, басымды иіп бетіңіз сәлемді. Anlaşım alpisini деп тұр. Жарайды бұтам ала ғой. Ас болсын бұтам. Рахмет анашым. Осы апельсин шырын неден жасайды? Апельсинді жақсылап жуып аламыз. Жуылғаннан кейін қабығынан ашып, сүйектерінен тазартамыз. Қабығынан ашып болғаннан кейін арнайы құралдан өткізіп, мөлшерде қант және қайнатылған су құямыз. Анашым, апельсин адам ағзасына қандай пайдасы бар? Апельсин цитрусты жеміс. Апельсинді жесек иммунитетіміз көтеріліп, жүрегіміз, сүйектеріміз де қатайып, жүрегіміздің де жұмысы жақсарады. Толық ақпарат алғым келеді ме қызым? Әрине анашым. Жүр онда апельсиндерден сұрайық. Апельсин диаметрі 5-10 сантиметрлі цитрусты жеміс. Апельсиннің құрамында 100 грамм витаминдер болады. С витамин
vitamini 5%. 600 gram apelsinde 54 kaloriya var. Апельсинді салат құрамдарына қосуға болады. Олардан ет тағамдарына ерекше дәм беру үшін қолданамыз. Апельсин жылдың кез келген мезгілінде табуға болады. Олар тасымалдауға шыдамды келеді. Апельсинді бет күтіміне де қолданамыз. Мысалы, беттегі дақтарды және әжімдерді қайтарады. Және шаш түсуін тоқтатуда өз пайдасын тигізеді. Апельсинді Үндістан, Мексика, Қытайдан, Израиль мемлекеттерден тасимыз. Апельсинді мөлшерден тыс қолдануға болмайды. Аллергия тудыруы мүмкін. Әсіресе балаға мөлшермен беру керек. В лесу растет такое чудо, оно не растение, не зверок, и пойми еще ниоткуда. Один в траве стоит грибок. Стоит он там на одной ножке и шляпку сверху прицепил. Скорее ложи его в укошко, приди домой и суп свари. Расти он может под березкой, под елкой может иногда. И на пеньке собраться дружно, найдешь его почти всегда. Чтобы вдруг не ошибиться, есть ядовитые они. Чтобы вдруг не отравиться, в лес не ходите вы одни. Вы папу с мамой в лес берите, и деда можно заодно. С одним грибом подходите, и без грибы им все равно. В грибах есть много углеводов, витаминов и жиров. Грибы улучшают работу сердца и кровеносных сосудов. В грибах много белка. Грибы очень полезны. Отанымыз Оңтүстік Америка, Европаға 1565 жылы келдік. Біздің жүзделу ең түр саналады. Соғыс кезінде картоптың орнына пайдалануға жарады. Біз жарық және ұйғақ сүйгіш өсімдікпіз. Біздің пайдамыз өте көп. Мысалы, дәрілік қасиетіміз бар. Біз Қазақстаннан Еуропаға келдік. Және барлық аймақтарда өсеміз. Картопты барлық тамаққа қосуға болады. Картопты ремендер керек. Қазақстанда қазақ картоп
Kartopdan turli salatlarda жасаймыз. Қазақстанда қазақ картоп және көкөніс шаруашылығы 15 институт бар. Ол 1946 жылы ашылған. Біздің топ. Біздің девиз. Армысың қазан әлі қабыл абоз бала батырыңды күзгі бал сайысында мен бастадым қызыл құлшақ қадамымды. Елімнің шуақты шағында Нұрғали Али дейтін қазақ баласын мен боламын аламан бәйгелердің жарыстардың жеңімпазы. О қалай алтын немет терең тамыр жайған ел жұртымсың. Әр қадамың сан алуан көктен шығар байтақтымсың. Екінші сынып елім бақытты шағым білім алған мекенімнің ордасы. Алар биік таудан асып жауһар самға білімінің жаршысы. Аға сыныбым көрсетейік білім мен сұлулықтың айнасын. Айтайсың. Ақ түсім қанталар, қызыл түсім қанғанар. Ал балақай бөліп қой, қызыл шамын пайдам бар. Жүгері тобы бірінші ағыласы. Қытырлақ жүгеріні сіздерге тартып өтеміз. Қолынан жасалған композициясы. Көріп алыңыздар. Мынау кәдімгі шардан жасалған жүгерінің пішіні. Өнерліге өріскен дейді енді біздің бірінші ағыласы әлі кішкентай балалар. Бар қолдарынан келгендер осы. Бірінші Ә сыныбы Құлпынай тобы. Жүгерлер сал-салсы. Кәдімгі светильник жасап қойған. Сіздер Құлпынай ма? Иә, Құлпынай. Көңілді жемістер және көкөністер мен жемістер және гүл шоғы. Былайырақ қойырсың. Гүл шоғы. Микрофон қайда? Бар ма? Ал, айта ғой. Айтасың ба? Айта ғой. Күз айында жеміс-жидектерді жинап аламыз. Күз айында астарыңыз дәмдісіз, не? Күз айында астарымыз дәмдісіз. Қай қаласы едіңізді? Біргі. Күз айда Балалар Күшті бұлайырақ жақындатып қойсаңыз. Бағана жәңгір ана жерге қоясыңдар деген. Мейлі сол жаққа қоя бер. Анда ма? Иә, қоя бер.
bir yolka. Yolculuğun plastiğinden basadım. Hangi plastiğinden almadan yüzümden basadım. Najaka, ana stolga koyuyormuş. Bunlar sebze. Öz abimsin uyanın. Екінші Г сыныбы картоп тобы. Не жасадың деген фантазия. Дауысыңды шығарып айтамын. Айта ғой, айта. Мына неден жасадың? Енді ана
ет, майонез, қияр. Астарыңыз тәтті, күндеріңіз сәтті болсын. Білемі бір бұны. Бұл көкпинайдың аты, астары Birinchi B sinf o'quvchilari жүзім тобы. Bizim to'rtta anam kelib yastardi. Bunda yüzüm yer var. Birinchi V sinfi Alma тобы. Birinchi G sinfi Asqabaq тобы. Tinchlik saqlaylik. Kuzgun salat. Kızana, kıyar, şekeri, olan şatılar, және ıhılan Бәндеуіштер барлығын араластырып, тарихаға салдың астын тәнті болсын. Екінші Ә сыныбы Сәбіз тобы. Екінші Б сыныбы Апельсин тобы. Екінші Ә сыныбы Сәбіз тобы. Ата-аналар, оқушылар Thank you.
Здравствуйте, это у нас круглый салат. Он очень вкусный и полезный. В колбах есть много белка. Колбы улучшают работу сердца и кровеносных сосудов. Без дела я не сижу, без протеста замешу. Ведь должна же получиться замечательная пицца. Из грибов тушу начинку, лук, морковь, туда кладу, чтобы было вкусно, чили, помидоры, кладу. Тесто только раскатаю и начинку разложу. Сверху сырую кутную тесто, как хозяйка расскажу. Пиццу эту лучше положу в духовку. Еще несколько минут при ожидании открою. Вот готово блюдо, пицца это чудо. Мы приготовились. Грибы полезные, вкусно, полезно, аппетитно. Там мука, тесто. Говорили с мамой, очень вкусные. Не дочь. Вы знали? Мамой. Я хочу салат. Был салата,
Кейбір оқушыларымыз тек матадағы киімдерге жапырақ шаптап келгендерді есептеп отырған жоқпыз. 8 баламыз шықса да соның ішінде 2 бала табиғи қалдық болса, сол 2 бала бағалану шарттары естеріңізде болсын. Дайын бөлек киімнің үстіне шаптап келуге болмайды. Бұл табиғи қалдықтардан жасалатын сән үлгілері. Екінші Ә сыныбы. Екінші А сыныбы. Ағайса. Екінші А сыныбы. Ағайса. Екінші Ә сыныбы. Екінші барабан қайсы. Екінші Б сыныбы.
2 В қайсы вагон. Екінші В сыныбы. Г қайсы Г. Екінші Г сыныбы. Екінші Е сыныбы. Мансурик, постоянно забудьте меня. Міне біздің бірінші, екінші сыныптардың алтын күз мейрамы өтті. Бәріңіздің жақсы дайындалғандарыңыз көрініп тұр. Бәріңіз еңбектеріңізді салып, еңбектеріңіз жемісті болсын. Енді осы бойынша орындар тағайындалды. 28-ші жалпы білім беретін орта мектебінің бірінші, екінші сыныптар арасында өткен Алтын күз 2023 байқауында жүлделі номер 3-ші иеленген бірінші Ә сыныбы марапатталады. 3-ші орын. Үшінші А классы ма? Бірінші. Тура осындай марапатпен номер 3-ші орын иеленген бірінші В сыныбы марапатталады. Вагон, бірінші вагон. Первый В? Моня, идите туда. На место идите. 3-ші орын иеленген бірінші Б сыныбы марапатталады. Барабан. Бірінші Б сыныбы. 3-ші орынды иеленген 2 Б сыныбы марапатталады. Барабан 2. Екінші Б сынып оқушылары. Енді екінші орынды, осы байқауда екінші орынды иеленген 2-ші А сыныбы марапатталады. Осы байқауда жүлделі 2-ші орын иеленген 2-ші Е сыныбы марапатталады. Осы байқауда 2-ші жүлделі орынға иеленген 1-ші Г сыныбы марапатталады.
жүлделі екінші орынды иеленген екінші В сыныбы марапатталады. 2 вагон. Алтын күз 2023 байқауында жүлделі бірінші орынға иеленген екінші А сыныбы марапатталады. Осы байқауда бас жүлдені иеленген бірінші А сыныбы марапатталады. Айтыншы А сыныбы айтылды ма? Екі Г, кешірім өтінеміз, бірінші орынды осы байқауда иеленген екі Г сыныбын марапатталады. Марапаттарыңыз құтты болсын. Номері 28-ші білім беретін орта мектебінің бірінші екінші сыныптар арасында өткен алтын көз 2023 сайысы бойынша мектеп ханшайымы атанған бірінші сынып оқушысы. Мектеп ханшайымы болған бірінші сынып оқушысы. Сынып оқушысы. Қызы, мектеп ханшайымы. Бірінші барабан. Номері 28-ші жалпы білім беретін орта мектебінің бірінші екінші сыныптар арасында өткен алтын көз 2023 сайысы бойынша мектеп ханзадасы атанған бірінші В сынып оқушысы. Жігіт бірінші В. Первый Б. Вагон, первый Б. Вальс бойынша ең жақсы билеген А класы. Ал сынып жетекшілер баршаңыздың орныңыз құтты болсын. Неге ан орын, неге мына орын демеңіздер. Мүмкіндігінше әділ бағаладық. Міне әрбіріңізді көздеріңіздің алдында сондықтан еді. Бірінші А класының ханшайымы моға десекен.